Буын ауырсынуынан қалай тез арылуға болады? Подаградан ауыртпалықсыз құтылуға бола ма? Және күш-қуат пен иммундық жүйенің төмендеуі кезінде денеңізді қалай нығайтуға болады? Мұның бәрі жөнінде және тағы басқалар туралы біз сізге осы шығарылымда айтамыз. Арнаны ауыстырмаңыздар. Жалғастырмас бұрын айта кететін жағдай, болашақ ұрпағымыз мәңгүрт болып, ана тілін ұмытып қалмасын десеңіз, баршамыз бірлесіп, осындай қазақша арналарды барынша ат салысып қолдағанымыз жөн болар. Сондықтан сізден арнаға тіркелуіңізді сұрағым келеді. Бұл сіз үшін аса қиындықты тудырмайды, бірақ біз үшін біздің еңбегіміздің ең жақсы жемісі болатыны сөзсіз. Табиғат бізге көптеген пайдалы өсімдіктерді сыйлады. Олар біздің айналамызда барлық жерлерде өсуде және біздің денсаулығымызды нығайтуға баға жетпес көмек көрсете алады. Біздің көпшілігіміз оларды байқамаймыз және олар тікелей аяқтарымыздың астында өседі. Сонымен осындай ерекше шөптердің бірі қалақай, яғни крапива. Оны бәрі де біледі. Бір қарағанда қарапайым арамшөп, таптырмас емдік қасиеттерге ие. Қалақайдың пайда болу тарихы. Қалақай кез келген жағдайда өседі. Сондықтан бұл өсімдікті көрмеген адамды табу қиын. Кей халықтар үшін қалақай дәстүрлі түрде зұлым рухтарға қарсы құрал болып саналған екен. 15 ғасырда ол бүкіл үйлердің қабырғаларына ілінетін болған. Емдеу құралы ретінде қалақай сәл кейінірек қолданыла бастады. Жапырақтардан жасалған атвар жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін, жүрек зақымдануын болдырмау үшін қолданылған. Б дәрумендерінің көп болуына байланысты қалақай жүйке жүйесінің бұзылуына да көмекші болған. Диетада бұл өсімдік сорпалар мен шырындар жасау үшін қолданылған. Қалақай сорпасы және қайын шырынымен тең пропорцияда араласқан қалақай шырыны ең танымал болды. Қалақай несімен пайдалы? Қалақай қоректік заттардың қоймасы. Онда Б тобындағы дәрумендер көру және терінің сапасы үшін маңызды А дәрумені бар. Халық арасында қалақай күйдіргіш деп те аталады. Жапырақтарға қол тигізсе, сіз күйдіру сезімін сезінесіз. Бұл әсер құрамындағы құмырсқа қышқылы мен гистаминге байланысты пайда болады. Күйдіргіш өсімдіктің жапырақтарында қарақат жидектеріне қарағанда аскорбин қышқылы 2 есе көп екен. Қалақайдың құрамында хлорофилл бар. Бұл ішек пен асқазанды сау ұстауға пайдалы, ынталандырушы және сергітетін әсерге ие. Ол өсімдік тектес ақуызға бай. Өсімдіктің 100 граммында шамамен 5 грамм ақуыз бар. Қалақайда А, В6, В9, В12, С, К дәрумендері, сонымен қатар микроэлементтер бар. Кальций, күкірт, темір, мыс, тіпті барий бар. Композицияда танин, денені қатерлі ісіктердің әсерінен қорғауға көмектесетін флавоноидтар мен маңызды амин қышқылдары да бар. Сондықтан қалақай мультивитаминді өсімдік деп те аталады. Оның бай құрамына байланысты оны көптеген аурулардың алдын алуға және емдеу үшін қолдануға болады. Бірақ бәрінен бұрын ағзаны қолдау және иммундық жүйені қалыпқа келтіру үшін. Халықтық медицинада қалақай қайнатпа немесе тұнба ретінде асқазан мен бүйрек ауруларына, жараларды емдеуге және қан кетуге, анемия мен авитаминозға, бұлшықет ауруы және ревматизмге, тері аурулар мен подаграны болдырмауға қолданылады. Ешбір жабайы өсімдікте осынша маңызды пайдалы компоненттер кездеспейді. Қалақайды қандай ауруларға қарсы қолдануға болады? Әдетте асқа қолдану үшін, белсенді өсу үшін ең қоректік заттарды жинаған, бірақ өзін улы инелермен дұрыс қорғауға әлі үлгермеген жас қалақайларды жеу ұсынылады. Жас қалақай мамыр-маусым айының басында жиналады. Болашақта пайдалану үшін кептіріледі және мұздатылады. Қайнаған сумен күйдірілген шөптерден салаттар, пирогтарды пісіруге арналған қоспалар дайындай аласыз. Омлетке қалақай қосып, онымен картоп, балық, құс пісіре аласыз. Ең көп қоректік заттарды сақтап қалу үшін оны пісіру аяқталғанға дейін 5-10 минут қалғанда қосқан жөн. Жас қалақайдың ең танымал тағамы жасыл ши сорпасы. Оған кез келген басқа маусымдық жасылдарды қосуға болады. Қымыздық, шпинат, тағы басқалары. Қалақай картоппен, күрішпен жақсы үйлеседі. Кептірілген қалақайдан ұнтақ жасауға болады және оны дәміне қарай кез келген тағамға дәмдеуіш ретінде қосуға болады.
Жапырақты көкөністерге арналған шырын сыққышты пайдаланып, қалақай жапырақтарынан жаңа сығылған шырын алуға болады. Сондай-ақ қалақай қайнатпасын шай ретінде ішуге болады. Қалақайдың күніне 20 жапырағын қолдану адамға тәулігіне қажетті А витаминімен қамтамасыз ететін бір күндік қажеттілікті толықтырады. Бұл витамин теріге, шашқа және тырнаққа пайдалы. Метаболизмді қалыпқа келтіруге көмектеседі. Кремний мен органикалық қышқылдардың арқасында қалақай ағзаның көптеген ауруларға төзімділігін арттырады. Бұл заттар бактериядан, вирустардан, токсиндерден қорғануға және тіпті оттегінің жетіспеушілігіне қарсы тұруға мүмкіндік береді. Қалақай көптеген дәрумендер мен қоректік заттарға бай. Каротин құрамында қалақай тіпті сәбізді басып озады. Бұл табиғи антиоксидант көздің денсаулығын сақтауға көмектеседі. Мидың жұмысына оң әсер етеді және иммундық жүйені нығайтады. Жоғарыда аталған хлорофилл ішек пен жатырдың тонусын жоғарылатуға, тыныс алу орталығын ынталандыруға және зақымдалған тіндердің түйіршіктелуіне ықпал етеді. Хлорофиллдің арқасында өсімдік жараларды емдеу қабілетіне ие. Сонымен қатар қалақай зәрді, өтті айдайтын, бактериоциттік және қан тоқтататын әсерге ие. Дұрыс қолданған кезде ол бүйрек, бауыр және жүрек сияқты органдардың жағдайына оң әсерін тигізеді. Ал сіз қалақайды қолдандыңыз ба? Қандай аурулардан ол сізге көмектесті? Комментарийде бөлісіп кетіңіздер. Құрметті көрермендер, бұл ақпарат сіз үшін пайдалы болды деп үміттенеміз. Және достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді және біздің арнаға жазылып, қазақ контентін дамытуға қолдауларыңызды сұрағымыз келеді. Әрі қарай біз сіздермен көптеген пайдалы ақпаратпен және де керемет рецепттермен бөлісетін боламыз. Қалақайдың әйелдер үшін пайдасы. Қалақайдың қайнатпасы гемоглобин деңгейін қалпына келтіруге көмектеседі. Темір тапшылық анемиясы көбінесе әйелдерге әсер етеді. Қалақай менопауза белгілерін азайтуға мүмкіндік береді. Қайнатпаны үнемі қабылдау тершеңдікті азайтады. Фитоноциттердің арқасында қалақай шайы патогендік бактериялардың көбею жылдамдығын төмендетуі мүмкін. Бұл факт барлық дерлік органдардың жұмысына оң әсерін тигізеді. Диета ұстанып қалақай тұнбасын қабылдау кезінде қосымша салмақтан арылуға болады. Калория тапшылығы және физикалық белсенділік маңызды, бірақ қалақай шайы арықтау процесін жеңілдетіп, әрі жылдамдатады. Қалақайдың ер адамдар үшін пайдасы. Қалақай тестостерон деңгейін жоғарылатады, потенциалды арттырады және асқазан ішек жолдарының жағдайын қалыпқа келтіреді. Қалақай жапырақтарында шаштың түсуіне жол бермейтін заттар бар. Егер шаш жұқа болса, ол оны нығайтады, сынғыштық пен түсуден арылтады. Қалақайдың балалар үшін пайдасы. Өсімдікті 3 жастан кейін баланың диетасына қосуға болады. Бұл иммунитетті арттырады және жараларды тезірек емдеуге көмектеседі және жүйке жүйесін тыныштандырады. Қалақайдың дұрыс жиналып кептірілуі маңызды. Бірақ балалар үшін оны дәріханалардан сатып алған дұрыс. Өндірістерде сақтау мен ораудың барлық нормалары сақталады. Өмірдің алғашқы кезеңдеріндегі балалар үшін қалақай шайы немесе өсімдік тұнбасы бар арнайы ванналар қолайлы. Дененің қалақайға реакциясын қадағалап, педиатрмен алдын ала кеңесіп алуды ұмытпаңыз. 3 жылдан кейін диетаға толыққанды қалақай тағамдарын қосқан дұрыс. Оларды аптасына 1 реттен жиі бермеңіз. Байқаңыз, қалақай қанның оюына қатты әсер етеді. Қалақайды дайындау рецептері. Жалпы нығайтуға арналған қалақай шайы. Шыны ыдысқа бірнеше жапырақ немесе 1 ас қасық кептірілген немесе туралған жапырақтар салынады. Қайнаған суға құйыңыз. Қақпақпен жабыңыз және 20 минут қайнатыңыз. Содан кейін сіз сүзгіден өткізуіңіз керек. Осылайша шай ішуге дайын. Егер дәмі ұнамаса, дәміне қарай лимон мен жалбыз қосуға болады. Және аздап та бал да қосуға болады. Бұл дәм үшін рахаттанып, ішілетін сусын емес екендігін есте ұстаған жөн. Ол денсаулықты нығайтуға арналған. Күні бойы 1-ден 3 кесеге дейін ішуге болады. Қалақай шайын пайдалану ұзақтығы нақты мәселеге байланысты. Бірнеше күннен бірнеше айға дейін болуы мүмкін. Бірақ есіңізде болсын, қалақаймен байланысты барлық өнімдерді қаны қою адамдарға мүлдем қолдануға болмайды. Екінші, тұнбалар түріндегі қалақай қан тоқтататын және зәр айдайтын қасиетке ие. Бұл жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысына оң әсер етеді. Сонымен қатар қан ағымын жақсарту үшін қолданылады. Мұндай тұнбаны дайындау үшін сізге 2 қасық құрғақ қалақай жапырағын алып 1 стакан қайнаған су құйып 20 минут қайнатыңыз. Осыдан кейін ол күніне 3 рет стаканның 4-тен 1-ін тамақтанар алдында қабылдайды.
Үшінші, ревматизмге арналған қалақай шырыны. Жас қалақайды жақсылап шайыңыз, қайнаған сумен күйдіріңіз. Ұнтақтаңыз және марля арқылы сығыңыз. Шырынды тоңазытқышта 2-3 күннен артық сақтауға болмайды. Тамақтанудан 15-20 минут бұрын күніне 3-4 рет бір ас қасықтан ішу қажет. Жақсы төзімділік пайда болғанда дозаны көбейтіңіз. Күніне 6 қасыққа дейін. Төртінші, радикулитке арналған қалақай компресстері. Компресстер үшін күйдірілген шөпті немесе тұнбаны қолданады. Тұнбаны дайындау үшін 2 ас қасық ұсақталған қалақайды дұрысы жаңа өскені 1 стакан қайнаған сумен құйыңыз, ораңыз, жарты сағат ұстаңыз. Сосын сүзіп алыңыз. Мақта матасын тұнбаға батырыңыз, ауырған жерге қойыңыз, ораңыз. Компресстерді күніне 2 рет 1,5-2 сағатқа жасап отырыңыз. Бесінші, қалақайдан жасалған косметикалық мұз. Мұны істеу үшін жаңа қалақай жапырақтарының үлкен шоғырын пышақпен ұсақтап турап, оған 2 стакан қайнаған су құйыңыз. 2-3 сағат бойы тұндыру үшін қалдырыңыз. Содан кейін ағызыңыз, жапырақтарын сығыңыз, формаларға құйып және мұздатыңыз. Қосымша тазарту, сергіту, ылғандандыру және жасушаларды құнды қоректік заттармен қанықтыру үшін таңертең бет терісін сүртіп отырыңыз. Мұндай косметикалық мұз теріні сергітуге және кеңейтілген тері түтікшелерін тарылтуға көмектеседі. Зиянды әсері. К дәруменінің жоғары болуына байланысты қалақай қанды тез қойылатуға қабілетті. Егер адамда қанның ұюы жоғарыласа, оған қалақай қайнатпаларын немесе осы өсімдіктен жасалған тағамдарды мүлдем жеуге болмайды. Қалақайды бүйрек, тас ауруымен ауыратын және өт тастары барларға, варикозды тамырлар және тромбофилит бар адамдарға емделу құрал ретінде қолданудан аулақ болу керек. Дені сау адамға қалақай жеу зиян тигізбейді, дегенмен байқаушылық таныту керек. Витаминді коктейлді теріс пайдалану аллергияға немесе тіпті ағзадағы дәрумендердің асыра артықшылығына гипервитаминозға әкелуі мүмкін. Қалақай жапырақтарының жұқа түтіктерінде құмырсқа қышқылының әсерінен қатты аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Егер бұл затқа төзбеушілік болса, адамда температура көтеріліп, бас ауруы мен қалтырау пайда болуы мүмкін. Жалпы қалақайды қолданар алдында әр адамның жеке төзбеушілігін ескеру қажет. Және күдік болған жағдайда дәрігермен кеңесу артық етпейді. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен, жеке жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.